Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және де бірінші сынып білім алушысы. Сабағыма қош келдіңіз, каналға жазыла отырыңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Жаратылыстану пәні бірінші сынып 17-ші сабақ, тақырыбымыз ғарыш әлемі. Бүгінгі сабақта сен ғарыш әлемімен танысасың, астрономияның нені зерттейтінін білесің. Бүгінгі сабақтағы жаңа сөздеріміз ғарыш, ғаламшар, жұлдыз және де астрономия. Балалар, мына суретке қарап отырып ойланып көрейікші. Біз аспан денелеріне қарап отырып көзбен нені көре аламыз? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Аспан денелеріне қарай отырып, айды, күнді және де жұлдыздарды көре аламыз. Аспан әлемі шексіз. Аспан денелері күн, жұлдыз, ай, ғаламшарлар. Осының бәрі ғарышты құрайды. Ай мен жұлдыз түнде жарқырап көрініп тұрады. Аспан әлемін астрономия ғылымы зерттейді. Балалар, есімізде сақтайық. Аспан денелеріне күн, жұлдыз, ай, ғаламшарлар жатады екен. Аспан әлемін астрономия дейтін ғылым зерттейді екен. Балалар, енді мына суретті қарап отырып бақылайықшы. Жер, күн жүйесіндегі нешінші ғаламшар деп ойлайсыңдар? Кәнекей қарап, бақылап көрейікші. Күн жүйесінде жер нешінші ғаламшар? Күн, жұлдыз, жер, ғарыш денелері. Жермен қоса күнді 8 ғаламшар айналады. Ғаламшарлар әртүрлі. Жер, тіршілік көзі бар, өмір сүруге болатын жалғыз ғарыш денесі. Келесі бізде қызықты мәліметтер айдары. Уран ең суық ғаламшар. Юпитер, Сатурн, Уран және Нептунның беті жердегідей қатты емес. Салыстырайық. Күн мен жердің ұқсастығы мен айырмашылығын айт. Күн мен жердің бір-бірімен қандай байланысы бар деп ойлайсың? Күн мен жерді салыстырып қарайтын болсақ, екеуінің ұқсастығы күн және жер екеуі де дөңгелек пішінді шар тәріздес болып келеді екен. Күннің айырмашылығы өте ыстық, жанып тұрған отқа ұқсайды екен. Ал жер көгілдір түсті. Себебі жердің көп бөлшегін су алып жатыр. Жердегі үлкен мұхиттар, теңіздер, өзендер мен көлдер осы көгілдір түсті беріп тұрады екен. Зерттейік. Жер күнді айнала ма, әлде күн жерді айнала ма? Қалай ойлайсыңдар? 8 ғаламшар өздерінің жолдарымен осы күнді айналып отырады екен. Яғни жер күнді айналады. Балалар, естеріңде сақтаңдар, өте қызықты мәлімет. Ғарышта ешқандай дыбыс естілмейді. Өйткені дыбыс толқынын тарататын ол жақта ауа жоқ.